Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін сенімен бүгін Майнкрафттан Мито екінші күн Майнкрафттан үй соғатын боламыз. Үй соғып қойдық достар. Соны бүгін сендерге шоу жасайтын боламыз. Ендеше кетті. Үйімді сендерге обзор жасашы бүгін достар. Бомба үй болды бүгін. Бомба. Ананы көрсеңдер бар ғой достар. Потолок үй болды ғой. Сендерге көрсетемін достар. Оның өзін соғуға айтайын ба қанша? Маны соғудың өзіне 3,5 сағат кетті ғой. 3,5 сағат қалай шыққан достар? Әдемі ма? Үй қалай? Бізде былай кіре берсін. Ана бірінші үйден бері қарай қайықпен келесің. Мына жерде заттар бар, сандық бар. Бізде мына жерде бассейн, достарыммен келіп шомылып, күнге загар алып, жатып демалып. Мына жақта жеміс жидектердің ағаштары бар. Ал үйдің ішінде келетін достар, бұл тамақтанатын жер ғой достар. Достарымен тамақтанып, бұл үй өзі ашылады, қараңдар достар. Баспен ештеңе баспен қараңдар. Өзі мына бассаң ашылатын, аяғымен бассаң ашылады. Қараңдаршы достар. Не деген әдемілік мынау, не деген әдемілік. Бомба ма достар? Тамақтанатын жер. Шашлик пісіресің, ет пісіресің. Мына жерде енді білмеймін, басқа вариант болған жоқ. Бір ойыма келген бірдеңе істей салдым. Былайша мына үй деген мош болып тұр ғой достар. Мощный. Былайынан тамақтанасың, шығасың. Екінші қабатқа көтерілесіңдер ғой достар. Екінші қабатқа. Бұл жерде де не қойып қойғанбыз. Так, сандығымыз бар. Үйдің ішін қараңдаршы достар. Төбеден айды қарап тұрасың ғой былай. Ай қалай болып жатыр, жұлдызды санап отырып, мына жерде шай ішіп тамақтанатын жер ғой былай. Соға заттар қойып қоясың да, тамақтанып. Мына жерден сурет, гүл. Бұл жерден жататын орын ғой достар. Жататын орын. Қалай? Әдемі ма? Киімдерін шешіп қоясың мына жерге. Алтыннан жасалған сауыт сайманыңды қойып қойып, бас жағында свечаны жақып қоясың. Кітап оқитын кезде кітабыңды оқисың. Гүл. Және мына жерде гүл қарап, мына жерде достарын шомылып отқан кезде қарап тұрасың ғой. Екінші қабаттан шығасыңдар былай. Екінші қабаттан. Достар, мына жерден секіресіңдер ғой екінші қабаттан бассейнге қарай. Күннің ысыған кезінде ша. Және есікті ашып, бұл жерден қайыққа отырасыңдар. Қайыққа отырып, артпен шығып кетесіңдер былай. Балық аулауға ша. Балық аулайсың. Аңға шығып кетесің. Менде тағы бір идея бар ша достар. Менде тағы бір күшті бір идея бар. Мына жерден ша, судың астынан, ана жерге дейін бір үй соғу керек болып тұр. Судың астынан әйнекпен ша. Балықтар барлық нәрсе көрінетіндей. Бірақ оған тағы білмеймін, уақыт керек оған. Бұлайша қалай ма үй? Бірден 10-ға дейін бағалап кетіңдерші достар. Үй ұнаған болса, лайк басайықшы достар. Үй ұнаған болса, лайк басып, комментария жазайық достар. Қалай болып отыр мынау? Шикарный ма? Бірінші үй әдемі ма? Болмаса екінші салған үйім әдемі ма? Айтыңдаршы достар. Қайсысы әдемі, қайсысы топ болып шыққан? Бірінші үйім 3 қабатта. Үшінші қабатында бассейн бар. Ал мынау 2 қабатта. Бұл жерде де бассейн бар. Бірақ әдемілеу болды осы бір. Екіншісі. Комментария жазып кетіңдер достар. Лайк басайық. Алдағы уақытта басқа тағы қандай үй салсам болады. Сол туралы да бір ақылдасайық. YouTube каналға да шығаратын боламыз достар. YouTube каналға тіркеліп лайк басайық. Қолдауларыңа рахмет достар. Келесі кездескенше.